Саламатсыздарбы әріптестер, қалдарыңыз қалай? Көптен бері видео баспай кеткем. Енді бүгін сіздерге мен мынау Неумека деген сайт бар. Қазақша, орыс тілінде де қолжетімді. Бұл жерде тегін компьютерлік курстар бар. Осы сайттың сілтемесін тастап кетем. Осы сайтқа кіріп қарасаңыздар, танысып, мына жерде компьютерлік сауаттылық бойынша компьютерде немесе ноутбукте қалай пайдалануға болады, сонымен бірге қалай папкаларды ашамыз, жаңа файлдармен жұмыс жасау бойынша, сонымен қатар видеоларды қалай жүктеу керек, жаңа программалар болады, қажетті деген, соларды қалай нұсқаулық бойынша орнатуға болады деген сияқты толық ашып қарасаңыздар, өте жақсы мағлұмат ала аласыздар. Өздеріңіздің сұраныстағы сұрақтарыңызға жауап толық аласыздар осы жерден. Одан кейін мына Microsoft Word'тың ішінде де тек қана әріптестерім жаңағы мәтіндерді теріп қана қояды ғой, соның ішінде кестелерді болсын, суреттерді болсын, немесе нөмірлеу болатын болса, осы Word'тың ішінің өзіне қалай презентация құруға болатын деген сияқты көптеген фишкалар бар. Осыны ашып таныссаңыздар, көптеген сіз білмейтін ақпараттар бар осы жерде. Сонымен қатар қазір Microsoft'та, Excel'де де көптеген операциялар бар ғой, есептеуге арналған деген сияқты, формулалар қалай қолдануға болады дегендей. Осының барлығы осы жерде бар. Интернет сабақтары, жаңағы көбінесе сіздер телефонға қалай орнатамыз, немесе қалай ақпаратты дұрыс іздеу керек, сосын қазір облакамен қалай жұмыс жасау керек деген сияқты. Негізі облакамен жұмыс жасаған бұл өте тиімді. Сондықтан осы интернет сабақтарын ашып, мына вкладканы ашып таныссаңыздар деймін. Электронды почта арқылы қалай жұмыс жасау керек, жаңа мүмкіндіктері қандай, сонымен қатар мына жердегі әлеуметтік желілер бар ғой біздегі, мессенджерлерді қалай пайдалануға болады деген сияқты. Бұл жерде өте көп сіздерге қажетті дүниелер бар. Сондықтан бұл сайтты сіздерге ұсынамын. Бұл сайт 2007 жылдан бері жұмыс жасап жатыр. Енді мен сіздерге тек қана мына бір ашайын. Microsoft ашайын, былай ашқан кезде бұл сіздерге орысша ашылып тұрады. Сондықтан бұны мына жерде қазақ тілге перевод жасау деп жасасаңыздар, мінекей, барлығы сіздерге қазақша тілде, шрифт қалай өзгертуге болады деген сияқты барлығы бар. Мынаның барлығын қарап өздеріңіз таныссаңыздар болады. Қазір мен сілтемесін барлығын сіздерге тастап кетем. Астына осы бейне жазбаның астына жазып кетемін. Сіздерге пайдалы болсын.